Керекті 14-ші қатарға дейін тоқып алдым. Келесі 14-ші қатардың соңы міне бір ілмек көтереміз, айналдырамыз. Және бізде 15-ші қатар. Екі ілмек негізгі түспен тоқылады. Бір және екінші ілмек. Екінші ілмектің төбесі оюдың түсімен тоқылып аяқталады. Және үш ілмекті осы ою түсімен тоқимыз. Негізгі түсті жасырып отырамыз. Бір, екі, үш. Үшінші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Және енді бұл тұста үш ілмекті негізгі түспен тоқимыз. Бір, екі және үшінші ілмек төбесі оюдың түсімен тоқылып аяқталады. Енді бір ілмек ою түсімен тоқылады. Және бұл ілмектің төбесі негізгі түспен аяқталады. Енді ары қарай біз керекті үш ілмегімізді ою түсімен тоқып аламыз. Бір, екі және үш. Үшінші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді барлығы 5 ілмек ою түсімен тоқылады. Бір, екі, үш, төрт және бесінші ілмек. Бесінші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Тоқыманың ортасына да келдік. Демек, мына беттегі әдістер қазір қайталанады. Демек, үш ілмекті негізгі түспен тоқимыз және оюдың түсін жасырамыз. Бір, екі, үшінші ілмек төбесі оюдың түсімен тоқылып аяқталады. Енді бір ілмекті осы оюдың түсімен тоқимыз. Және төбесі негізгі түспен тоқылады. Ары қарай бізде үш ілмек негізгі түспен. Бір, екі және үшінші ілмектің төбесі оюдың түсімен тоқылады. Үш ілмегімізді ою түсімен тоқимыз. Бір, екі және үшінші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Кестеге қараймыз. Біз міне 14-ші қатарды тоқып алдық. Осы тұсқа келіп тұрмыз. Демек, 15-ші қатарда да дәл осы аралықтан басталады. Сол себепті жай ғана оюдың түсін бергі бетте қалдырып, соңғы екі ілмегімізді тоқып аламыз. Он төртінші қатар аяқталды. Ілмекті көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. 15-ші қатар. Екі ілмек негізгі түспен тоқылады. Бір және екінші ілмек. Екінші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Келесі бізде ендігі ою түсімен, яғни екінші ілмектің төбесін ою түсімен тоқып аяқтаймыз. Енді осы ою түспен 4 ілмек тоқылады. Бір,
2, 3 және 4-ші ілмек. 4-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Жіптеріңіз бір қалыпты тартылып тұрма, барлығын өздеріңіз тексеріп отырасыздар. Енді ары қарай бізде барлығы 5 ілмек негізгі түспен тоқылады. 1, 2, 3, 4 және 5-ші ілмек. Жіптерімізді жөндейміз. Оюдың түсін тартамыз. 5-ші ілмектің төбесі осы келесі ою түсімен тоқылады. Енді ары қарай 7 ілмек тоқимыз. Ою түсімен негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Ортаңғы 7 ілмегіміз тоқыдық, демек нәтістер қайталанады. 5 ілмек негізгі түспен және келесі оюдың түсі жасырылады. 1, 2, 3, 4 және 5. 5-ші ілмектің төбесі келесі ою түсімен тоқылады. Енді келесі 3 ілмек, келесі 4 ілмек ою түсімен тоқылады. Негізгі түсті жасырамыз. 1, 2, 3, 4-ші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Негізгі түсті кішкене тартамыз және тоқып аламыз. Келесі кезекте бізде 15-ші қатарды аяқтадық. 16-ші қатар демек 1 ілмекке жетпей тоқылады екен. Біз бұл жерде жай ғана жіпті бергі бетте қалдырып кетіп отырамыз. Ендігі жіп бергі бетке қалдырамыз және 2 ілмегімізді тоқып аламыз. 1, 2. 15-ші қатар аяқталды. Ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. 16-ші қатар 3 ілмек негізгі түспен тоқылады. 1, 2 және 3-ші ілмекті көтерген кезде мына тұстағы оюдың жібінде осындай ілмек біздің үстінен жіберіп жасырып кетеміз. Міне осындай көріністе. Және 3-ші ілмектің денесі осы негізгі түспен тоқылады, ал төбесі ою түсімен тоқылып аяқталады. Сол кезде бізді оюдың түсін керекті бізге қазір тоқылатындай көрініске алып келдік. Енді осы ою түсімен барлығы 4 ілмекті тоқимыз. Негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек негізгі түсті тартамыз және 4-ші ілмектің төбесін тоқып аламыз осы негізгі түспен. Негізгі түспен барлығы 3 ілмек тоқылады және оюдың түсін жасырамыз. 1, 2 және 3-ші ілмек. 3-ші ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады. Ою түсін тартып отырып тоқып аламыз. Енді негізгі түсті жасырып отырып барлығы 4 ілмекті осы ою түсімен тоқимыз. Келесі кезекте ою түсімен 4 ілмек тоқимыз. Негізгі түсті жасырып отырамыз. 1,
2, 3 және 4-ші ілмек. 4-ші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді ортадағы бір ілмек осы негізгі түспен тоқылады. Бір ілмек төбесін ою түсімен тоқимыз. Дәл ортасына келдік. Демек, ары қарай мына әдістер қайталанады. Демек, 4 ілмекті тоқимыз ою түсімен. Негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2, 3, 4-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Келесі 3 ілмек негізгі түспен тоқимыз. Оюдың түсін жасырамыз. 1, 2, 3 және 3-ші ілмектің төбесін ою түсімен тоқылады. Енді ары қарай 4 ілмекті тоқимыз осы ою түсімен. Негізгі түсті жасырамыз. 1, 2, 3, 4. 4-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқылады. Енді ары қарай бізде жіпті жай ғана бергі бетте қалдырамыз, яғни оюдың түсін және қатарды аяқтаймыз. Барлығы 3 ілмек. 1, 2 және 3. 16-шы қатар аяқталды. Жіпті іліп аламыз. Тоқыманы айналдырамыз. 17-ші қатар 4 ілмекті тоқимыз. Бұл жерде ендігі бізде керісінше жоғары қарай жүреді осылай. Осы тұстан жүреді. Демек, 16-ші қатарда 3 ілмек болса, 4 ілмек, 5, 6, 7, 8 деп негізгі түспен ілмектің саны көбейе береді. 4 ілмек дедім. 1, 2, 3 және әрдайым осылай соңғы ілмекті тоқыған кезде оюдың түсін осылай ілмектің үстінен жіберіп, ілмек біздің үстінен жіберіп, жасырып кетеміз. Бұл бізде 4-ші ілмек. Не әрдайым соңғы ілмектің төбесі келесі түспен аяқталады дегендей, міне 17-ші қатардың 4-ші ілмегінің төбесін ою түсімен тоқып аламыз. Енді ары қарай бізде 4 ілмекті осы түспен тоқимыз. Негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек. 4-ші ілмектің төбесі келесі негізгі түспен тоқылады. Тоқыманы жөндейміз. Енді ары қарай бізде негізгі түспен 1 ілмек тоқылады. Және бұл ілмектің төбесі ою түсімен аяқталады. Енді ары қарай 4 ілмек ою түсімен. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек. 4-ші ілмекті негізгі түспен төбесін тоқимыз. Келесі ортасындағы ілмектерге де келдік. Негізгі түспен 3 ілмекті тоқимыз. 1, 2 және 3. 3-ші ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады. Келесі мына жақтағы әдістерді қайталаймыз. Демек, 4 ілмекті тоқимыз ою түсімен. 1, 2, 3 және 4. Негізгі түсті тартып, 4-ші ілмектің төбесін тоқимыз. Негізгі түспен барлығы 1 ілмек тоқылады екен. 1 ілмек және төбесі ою түсімен
тоқылып аяқталады. Келесі 4 ілмек ою түсімен 1 2 3 және 4-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Қатарды аяқтаймыз негізгі түспен. Барлығы 4 ілмек. Он жетінші қатар аяқталды. Ілмекті көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. 18-ші қатар 5 ілмек негізгі түспен 1 2 3 4 және 5-ші ілмекте оюдың түсін жасырып кететіндей көрініске алып келеміз да, 1 ілмектің бойында қалдырамыз. Және осы 5-ші ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады. 7 ілмек ою түсімен тоқылады. Негізгі түсті жасырамыз. 1 2 3 4 5 6 және 7-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. 7-ші ілмектің тоқыманы тартамыз, тексереміз. Енді ары қарай бізде барлығы 5 ілмекті осы негізгі түспен тоқиды екенбіз. Және оюдың түсі жасырылады. 1 2 3 4 және 5. 5-ші ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады. Енді ары қарай келесі әдістер қайталанады. Өз беттеріңізше аяқтайсыздар деген ойдамын. 7 ілмекті ою түсімен, келесі 5 ілмекті негізгі түспен тоқимыз. 7 ілмекті тоқып алғаннан кейін жіпті оюдың жібін, яғни бергі бетте қалдырып, ары қарай негізгі түспен 5 ілмекті тоқып аяқтаймыз. Бұл 18-ші қатарда өз бетімізше тоқып аламыз, яғни аяқтаймыз. 18-ші қатарды тоқып аяқтадым. 1 ілмек көтереміз және айналдырамыз. 19-ші қатар 6 ілмекті негізгі түспен тоқимыз. 1 2 3 4 5 және 6-шы қатарды сол әдісті қайталаймыз. Оюдың түсін жасырып кететіндей көрініске алып келеміз да. 6-шы қатардың денесін тоқып аламыз және осы ою түсімен төбесін тоқимыз. Енді осы ою түсімен барлығы 5 ілмек тоқылады. Және негізгі түсті жасырамыз. 1 2 3 4 5-ші ілмек. 5-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Енді негізгі түспен 7 ілмекті тоқимыз және оюдың түсін жасырамыз. 1 2 3 4 5 6 және 7-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. 7-ші қатарды, яғни келесі осы қатарда қайталаймыз. Ортасындағын тоқып алдық. Демек келесі ою түсімен 5 ілмек тоқимыз. Одан кейін соңғы ілмектер негізгі түспен тоқылып аяқталады. Демек келесі 5 ілмек осы ою түсімен тоқылады. Негізгі түсті жасырамыз. 1
2 3 4 және 5. 5-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқылады. Жіпті бергі бетте қалдырамыз, оюдың жібін. Және ары қарай барлығы негізгі түспен қалған ілмектерімізді тоқып қатарды аяқтаймыз. Осымен 19-шы қатар аяқталды. Келесі бір ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. Және 20-шы қатар. Бұл жерде біз барлығы 1, 2, 3, 7 ілмекті тоқимыз негізгі түспен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-ші ілмек тоққан кезде оюдың түсін жасырып кетеміз да, төбесін осы ою түсімен тоқимыз. 3 ілмек ою түсімен тоқылады. 1, 2 және 3-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Келесі негізгі түспен 9 ілмек тоқылады. Оюдың түсін жасырамыз тоқыма бойына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-шы ілмек. Оюдың жібін тартамыз. Төбесін осы ою түсімен тоқып аламыз. Мына әдістер қайталанады. Демек 3 ілмекті ою түсімен және негізгі түсті жасырамыз. 1, 2, 3. 3-ші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Қатарды соңына дейін аяқтаймыз осы негізгі түспен. 19-шы қатарды аяқтаймыз. Яғни 20-шы қатарды аяқтаймыз. 21-ші қатар. 8 ілмек негізгі түспен тоқылады. Және бұл бізде соңғы қатар. 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-ші ілмекті тоқитын кезде осы жіпті, оюдың жібін осылай жасыратындай қалып келеміз дедім. Және осы соңғы ілмектің төбесін ою түсімен тоқимыз. Ою түсімен жай ғана бір ілмек тоқылады. Және бұл ілмектің төбесін негізгі түспен жасырамыз. Енді ары қарай негізгі түспен барлығы 11 ілмек тоқылады және оюдың түсін жасырамыз. 1, 2, 3, 4, барлығы 11 ілмек тоқып аламыз. Міне 11-ші ілмекке де келдім. 11-ші ілмектің төбесін ою түсімен тоқимыз. Арғы бетіне қарап, оюдың түсін кішкене тартып, төбесін тоқып аламыз. Және бұл ою түсімен бір ғана ілмек тоқылады. Бұл ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Енді оюдың жібін жасырып отырып, бұл қатарды да аяқтаймыз. Негізгі түспен қалған ілмектер тоқылады. Міне осы оюдың жібін соңына дейін тоқимыз. Соңына дейін жасырып отырып тоқып аламыз. 21-ші қатарды тоқып алдық. Және бізде оюдың тоқылуы да аяқталды. Енді бір қатарды жай ғана негізгі түспен тоқып шығамыз.
біз бірінші қатарда солай бастаған болатынбыз, бастапқы қатарды, және соңғы бекіту қатарында да жай ғана осы түспен тоқып аяқтаймыз. Мына тұста біз ендігі оюдың жібін қиып тастасақ болады. Ол негізгі түспен өзіміз тоқып аламыз деген ойдамын. Осымен ою тоқу сабағы аяқталды. Соңғы осы негізгі түспен бір қатар тоқып алдым және оюды булап алдым. Булағаннан кейін көрінісі мүлде өзгереді. Шетіндегі жіптерін әлі жасырған жоқпын. Кейін оны мен барлық осы кескіндерді қосу барысында жасырып кетермін. Бұл оюдың нұсқасы өзіме өте ерекше ұнады. Сіздерге де пайдалы болсын. Назарыңызға рахмет. Келесі сабақта, влогта кездескенше сау болыңыз.